Ағылшын тілін өз бетімше үйренейін десем, қандай сайттармен, қандай оқулықтармен үйрену керек екенін білмеймін. Жалпы ағылшын тілін өз бетімше үйренетін кезде немен бастау керек екенін білмеймін. Ғаламторда сайттың көбінен, оқулықтың көбінен қайсысы пайдалы екенін білмеймін. Осындай нәрсе сіздерге таныс болса, онда сіз дұрыс келдіңіз. Себебі бүгін біз сіздермен ағылшын тілін үйде өз бетінше күніне бар болғаны 1 сағат бөліп, қалай ағылшын тілін үйренуге болатынын айтатын боламыз. Бәріңізге сәлем. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін өз бетінше үйде үйренуге байланысты апталық, 1 айлық план жасап қойдым сіздерге арнап. Жалпы ағылшын тілін үйренген кезде ең басты дүние ол сіздің айға қойған планыңыз. Яғни сіз ешқандай план болмаса, ағылшын тілін үйренем деп айттыңыз, бірақ ешқандай әр күнге арналған план жоқ, сізда тек қана бір грамматиканы оқи бересіз. Әрине, сізде одан кейін ешқандай нәтиже болмайды. Және сіз жалығып, оны тез тастап кететін боласыз. Жалпы апталық план, яғни 1 айлық план, соның ішінде әр аптаға 7 күнге арналған план жасап қойдым. Ағылшын тілін үйренетін кезде ең алдымен әр аптаға біз бір тақырыптан таңдап аламыз. Ең басты дүние ол тақырып сізге қызық болу керек. Мысалға, сіз макияж жасаумен қызығуыңыз мүмкін, сурет салумен, тамақ жасаумен, спортпен, кез келген өзіңізге қызық бір тақырыпты таңдап аласыздар. Әр аптаның өзінің бір тақырыбы болады. Ал енді осы тақырып таңдап алғаннан кейін бұл тақырыптармен не істейміз? Мысалға, сіз 1 аптаға тамақ жасау тақырыбын алдыңыз. Енді әрмен қарай не істейміз? Бірінші кезекте ағылшын тілін үйренетін кезде сіз тек қана 1 сағат жұмсайсыз. Яғни 1 сағаттан көп оқуға болмайды, 1 сағаттан аз оқуға да болмайды. Егер сіз ағылшын тілін тез үйреніп алу үшін мен күніне 2-3 сағат жұмсап тез үйреніп аламын десеңіз, онда қатты қателесесіз. Себебі сіз 2-3 сағат күніне бөлу арқылы айдың ортасына жетпей ағылшын тілінен жалығып, оны тастап кететін боласыз. Сол себепті 1 сағаттан көп те емес, 1 сағаттан аз да емес болу керек. Ал енді бастайық. Осы аптаның тақырыбы сізде тамақ жасау деп алдық, иә? Немесе кез келген өзіңізге ұнаған бір тақырыпты алдыңыз. Енді біз бірінші күн, дүйсенбі күні, сол тақырыпқа байланысты YouTube-тан видео көреміз. Яғни блогерлердің видеоларын көреміз. Мысалға, сіз тамақ жасау тақырыбын алған кезде YouTube-қа кіріп, cooking немесе cook деп іздей саласыз. Яғни тамақ жасау деп іздейсіз. Соның ағылшынша видеосын бар болғаны 30 минут көресіз. Тек 30 минут көресіз. 30 минут видеоны көріп болғаннан кейін, сіз 20 минут бойы видеодағы жаңа сөздер жазасыз. Жаңа сөз болған кезде тек қана 10 сөз жазып аласыз. Өзіңізге ұнаған 10 ғана жаңа сөз жазып аласыз. Ендігі 10 минутты біз сол жаңа сөздерді жаттайтын боламыз. Яғни, уже 50 минут өтіп кетті, біз видеоны көрдік, 20 минут жаңадан сөздер жаздық, ендігі 10 минутында сіз сол сөздерді жаттайтын боласыз. Жаттағанда қалай жаттаймыз? Яғни, сіз ағылшынша және қазақша аудармасымен жазып, cook ол тамақ жасау, cooker аспазшы деп емес, қағаздың 2 түрлі бетіне карточка түрінде жаттайтын боламыз. Яғни, бір бетіне ағылшынша, бір бетіне қазақша вариантын жазып жаттайтын боламыз. Сол кезде сіздің есіңізде өте жақсы және де ұзақ уақытқа сақталатын болады. Енді аптаның 2-ші күніне келдік. Аптаның 2-ші күні біз кешегі сабаққа қайталау жасаймыз. 15 минут бойына кеше жаттаған жаңа сөздерді тағы бір рет қайталап шығамыз. Бір рет жаттадым, болды, есімде қалды деген дүние жоқ. Себебі оны біз күнде қайталауымыз керек. Сол себепті бар болған 15 минут кешегі 10 сөзді жаттап қайтадан қайталайтын боламыз. Ендігі 45 минутта не істейміз? Тек қана сөйлейтін боламыз. Яғни сіз ойлауыңыз мүмкін, мен қалай сөйлеймін, мен тіпті сөз де білмеймін ғой, мен сөйлей алмаймын деген сияқты. Қорықпаңыз, осы кезде сізге сөйлеуге shadowing деген техника бар. Осы сізге көмектесетін болады. Яғни сіз кеше видео көрдіңіз YouTube-тан. Сол жердегі ағылшын спикердің артынан, носительдің артынан қайталайтын боласыз. Яғни жай ғана тыңдайсыз, сөз бе сөз ол не айтып жатса, соны қайталайтын боласыз. Бастапқыда ол оған құсауға міндетті емес, ең басты дүние ол сіздің сол сөзді ағылшынша сөйлеп айта алуыңыз, қайталауыңыз керек. Яғни бүгін біз сіздермен ағылшынша сөйлесетін боламыз. 45 минут бойына кешегі видеоны қосып, паузаға қойып, оны қайталайтын боласыздар. Солай біздің 2-ші күнімізде бітеді. Аптаның 3-ші күні. Ал енді біз 3-ші күні әрине грамматика үйренеміз. Грамматикасыз ол болмайды. Грамматика үйренген кезде ең алдымен шақтардан бастаймыз. Өйткені шақпен сөйлем құрап, сіз сөйлеу керексіз. Сол себепті де
ағылшын тілінде кез келген бір шақты алып, соны үйреніп бастаймыз. Немесе сіздің деңгейіңіз шақтарды білетін болсаңыз, басқа да тақырыптарды үйренуге болады. Ал кеттік. Енді 30 минут бойы сіз кез келген бір грамматикалық тақырыпты аласыз. Грамматиканы қайдан алсам болады? Грамматиканы ютубқа кез келген жерге жазсаңыз, тақырыпты ол шығады. Не болмаса оқулықтармен оқуға болады. Оқулықтар жайлы біз кейінірек айтамыз. Енді 30 минутты біз осы грамматикаға байланысты сөйлем құраймыз. Яғни сен грамматиканы оқыдың, болды, сол жерде қалдырып кетпейміз. Сөйлем құраймыз. Бірінші күні жаттаған 10 сөзбен бүгін сөйлем құрайтын боламыз. Яғни бүгін сіз орысша үйренсеңіз, сонымен бірінші күні жаттаған 10 жаңа сөз осы тақырыпқа байланысты. Соны аласыз да, бүгін сонымен сөйлем құрап сөйлейтін боласыз. Аптаның 4-ші күні. Бүгін 4-ші күн біз ағылшын тілінде кітап оқитын боламыз. Байқасаңыздар, біз аптаның әр күні әр түрлі тақырыптарға, яғни әр түрлі оқылымға, тыңдалымға, жазылымға мән беріп жатырмыз. Өйткені тілдің өзі тек қана грамматикадан тұрмайды. Ол оқылудан, жазылудан, сөйлеуден тұрады. Сол себепті аптаның 7 күні толық бәрі қамтитын боламыз. Бүгін 4-ші күн бізде әрине кітап оқу болады. Сіздің осы аптаның тақырыбы тамақ жасау болғандықтан, сіз тамақ жасауға байланысты кітаптар оқитын боласыз. Кітап оқуға болады, кез келген бір қысқаша дүниелер оқуға болады, пост оқуға болады ағылшын тілінде. Бұл жерден сіз тоже оқи аласыздар кез келген тақырыпқа байланысты дүниелерді. Осы жерден сіз тамақ жасауға байланысты оқисыздар. Одан кейін енді бір 30 минутында біз жазамыз. Осы кітапты оқыған жаңа нәрселерді, жаңа сөздерді жазып аламыз. Жазғанда да тек қана 10 сөз жазамыз. 10 сөз жазамыз. Одан кейін сол сөздерді дауыстап, жаттап айтатын боламыз. Біз алдыңғы сабақта айтқандай, сіздерге карточка түрінде жаттаймыз. Яғни бір бетіне қазақша, бір бетіне ағылшынша жаттаймыз. Осы сөздерді дауыстап айтамыз. Дауыстап, даусымызды шығарып, кук, тамақ жасау деген сияқты дауыстап айтамыз. Дауыстап айтқан кезде ол сіздің есіңізде әлде қайда көбірек сақталатын болады. Аптаның 5-ші күні. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде жазатын боламыз. Күнделік жазатын боламыз. Яғни сіз осы аптада грамматикалық тақырып үйрендіңіз, жаңа сөз жаттадыңыз, сол сөздерді алып, бір сөйлем жазатын боламыз. Бірнеше сөйлем. Күнделік жазудың пайдасын айта кетейін. Күнделік жазған кезде қай тілде болса да, сіз сол тілде ойланып бастайсыз. Күнделік жазу арқылы сіз ағылшын тілде ойланып бастайсыз. Бастапқыда қате жібересіз, ол норма. Яғни мына сөз былай жазылмайтын сияқты деп емес, қалай ойыңызға келіп тұр, солай жаза бересіз. 6-шы күні біз тыңдалымға көңіл бөлеміз. Жалпы кез келген бір тілде түсіну үшін, сөйлеу үшін ең алдымен көп тыңдау қажет. Сол себепті бүгін біз тыңдалымға практика жасайтын боламыз. Осы аптаның тақырыбына байланысты тыңдайтын боламыз. Яғни сіз осы аптада тамақ жасау тақырыбын алдыңыз, сол бойынша ютубтан видео көре аласыздар, немесе подкаст тыңдай аласыздар. Не болмаса мен қалдырып кеткен мына жерге көрсетіп тұрған сайтқа кіріп, сол жерден осы тақырыпқа байланысты дүниелерді тыңдай аласыздар. Тыңдап болғаннан кейін ендігі 30 минутты сіз жаңа сөз жаттайсыз. Яғни біз әр күн 1 сағат дайындаламыз ғой. Сол себепті 30 минут алдымен тыңдайсыз. 30 минутында біз жаңа сөз жазып аламыз да, оны қайталайтын боламыз. Аудармасымен жазып аламыз. Ендігі кезекте біз сізге аптаның алғашқы күндері айтып өткен shadowing тәсілі байланысты соны жасайтын боласыздар. Яғни толық видеоны қайталамайсыз. Тек қана жазып алған 10 сөздің диктор қалай айтты, тура солай қайталайсыз. Яғни ол жерде cook деген сөзді айтып тұр. Яғни сіз соның артынан тура солай дыбыстап cook деп айтасыз. Яғни 10 сөзді ғана айтасыз. Толық видеоны айтпаймыз. Тек 10 сөздің дұрыс айтылуын жазып, жаттап қайталайтын боламыз. Аптаның соңғы күні. Бүгін біз аптаның 7-ші күніне келдік. Сіздер бүгін тек қана ағылшын тілінде кино немесе өзіңізге қызық шоу көресіздер, не болмаса мультфильм көрсеңіз болады. Жалпы киноларды қай сайттан көруге болады, аптаның планы қайдан алуға болады, соның бәрін мен астына тастап кететін боламын. Сол жерде барлық сайт жазылып тұр, кітаптарды қайдан оқуға болатын жазылып тұр, сонымен қатар қалай дайындалу керек екенін аптаның планы жазылып тұр. Яғни осылай әр аптаға бір тақырып алып, тура осылай жаттайтын болсаңыздар, сіздерде кез келген тақырыпта сөйлей алатындай сөздік қор болады. Және сіз тек қана грамматиканы ғана оқып қоймай, барлық бөлімді қайталап шықтыңыз, иә? Біз сөйледік те ағылшынша, грамматика оқыдық, кітапты оқыдық, жаздық та. Осылай үйренетін болсаңыз, сіз ағылшын тілінде шынымен-ақ бірнеше айда результат көрсететін боласыздар.
Мен сіздерге бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Осы практиканы, осы апталық планды жасап көрген адам болса, результатымен астыға бөлісе кетіңіздер.